Апта ортасында юаньнің долларға қатысты бағамы 1,9%-ға төмендеп, Қытайдағы соңғы 20 жылдағы рекордты девальвация жүргізілді. Осыдан кейін Азия Тынық мұхиты аймағындағы қоралаңда теріс динамика байқалды. Юань девальвациясы біздің экспортымызға жақсы әсер етеді, бірақ шетелге шығатындар үшін баға жоғарылап кетеді. Мұны жақсы деп те, жаман деп те есептеуге болады. Біздің экспортты салаларымызға қысым азаяды дейді жергілікті трейдер. Мемлекеттік статистикалық басқарманың мәліметінше, шілдеде Қытайдағы экспорт көлемі өткен жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда 8,9%-ға азайған. Мамандардың сөзінше, валюта дәлізін кеңейту туралы әңгімелерге қарамастан, нарық ойыншылары қалыпты юань бағамына тым үйреніп алды. Енді америкалық доллар нығайғаннан кейін қытайлық тауарлар қымбаттай түспек. Қытай халық банкі атап өткендей, әзірге долларды әлсіздендіру үшін юаньнің экономикалық немесе саяси алғышарттары жоқ. Жұма күні Евроаймақтың қаржы министрлері Грекияға көмек берудің 3-ші бағдарламасы бойынша келісімге келеді. Бұл туралы Испан үкіметінің басшысы Мариано Рахой мәлімдеп, Афинаның қалыпты өмірге оралатындығына сенім білдірді. Айта кетейік, апта басында грек билігімен несие берушілер жоба бойынша техникалық деңгейде келісімге келді. Грек үкіметі үшін келіссөздер кезеңі жалғаса бермек. Европалық институттар бойынша келісімді 3-ші меморандум жолындағы 1-ші аялдама деуге болады. Енді қаржылық пакеттің алғашқы траншының қайта жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін әрекеттерді аяқтау қажет. Бұл парламенттегі дауыс беру бойынша қатар жүрмек деп хабарлайды Афинадағы Евроньюс тілшілері. Грекияның дағдарыстан шығуына мүмкіндік беретін миллиардтаған несиеге айырбас ретінде Афина мемлекеттік бюджетті қалпына келтіретін реформаларды жүзеге асыруы тиіс. Құжатқа қол қойылғаннан кейін грекиялық банктерге жалпы 10 миллиард доллар көлемінде қаржы бөлінбек. ақш-та ірі корпорацияның инсайдерлік ақпараттарын ұрлау жүйесі ашылды. Америкалық биліктің мәлімдеуінше, оған Украина мен Ресей азаматтарының қатысы бар. Тергеу мәліметінше 20-ға жуық адамнан құралған топ биржадан 100 миллион доллардан астам пайда түсірген. Хакерлік әрекет Ресей мен Украина аумағында жүргізілсе, трейдерлік сауда ақш, Кипр, Франция, Мальта және Ресей алаңдарында өткізілген. 5 жылдан астам уақыт бойы хакерлер жеке серверлерге құпия ақпараттарды салып, оларды трейдерлер пайдаланады. Осы арқылы ақпарат жарияланғанға дейін қолжетімді болып отырған, дейді Нью-Джерси аймағының прокуроры Пол Фишман. Жүйе бойынша хакерлер ірі корпорацияларға қызмет көрсететін пиар агенттіктердің серверлеріне кіріп, әлі жарияланбаған баспасөз баяндамаларын ұрлайды. ақш билігі мұндай күдікті операцияларға 2 жыл бұрын назар салып, тергеу бастаған.